Енді кимешектің бас киім тігейік. Осындай мен 5 түрлі бас киім тіктім. Оюларын өз қалағандарыңша сәндейсіздер, шеттерін өз қалағандарынша. Мен осылай тіктім. Ол үшін бізге фетр матасы, оның өлшемі 60 сантиметр, ені 15 сантиметр. Биік қаласаңыздар, одан биігірек қыла бересіздер. Үстіндегі домалағы диаметрі 20 сантиметр қылып аламыз. Кесіп, мен дайындап қойдым. Осы өлшеммен матаға кесіп аламыз. Шетін 0,5 сантиметр асырып кесеміз дөңгелегін. Астын матамыз бүктеліп тұру үшін кішкене асырып кесеміз. Мысалы, менікі мына жерде матаны 70 сантиметрдей қылып алдым. Атлас матасын таңдап алдым. Өздеріңіз қалаған матаны таңдай берсеңіздер болады. Енді тігейік. Бірінші фетр матамызды тігіп аламыз, зигзагтап. Машинкамен тіге алмайм десеңіздер, қолмен де тігіп алсаңыздар болады. Қиындығы жоқ. Осылай тігіп аламыз. Тігіп шықтым. Аны жетпей қалса ештеңе етпейді. Асты жағын кішкене қосып тігіп жібереміз. Мына жағы ашық тұра береді. Қазір матамен жабылып кеткеннен кейін білінбей қалады. Мен қолмен тіге салдым о жерін. Фетр маталарыңыз қалың, бұған жақсы тұрады. Қолмен тігіп алдым. Дайын. Енді матамызды бір-біріне біріктіріп тігіп шығамыз. Асқан жерін үстінен басырып тігіп жіберсеңіздер болады. Менде көп асып кетті, үстінен тіге сап тастадым, үстінен басырып тігіп жібердім. Дайын. Енді қалпағымыздың үстіне кигіземіз фетріміздің. Дайын. Енді астын клей етіп жіберсеңіздер болады. Немесе тігіп алсаңыздар. Мен осында ою жабыстырдым. Дайын.